Балықшыларға ырыс береке болған теңіз 1960 жылдан бастап жағалаудан шегіне бастады. Ұялыға кеме келу қиындады. 1973 жылы ұялы елді мекеннің орталығы Бектауға көшірілді. Балықшылар жан-жаққа көше бастады. 1976 жылы ұялыдағы балық аулау жұмыстары толық тоқтап, ау құрал, қайық, кемелер Арал қаласына жіберілді. Көзін балық аулаумен ашқан балықшыларға ата кәсіптен айырылу өте қиын болды. Шаржау, Жанзақ, Әріп, Рейіс, Тәжімбет, Нұржаубай, Мұрзағұл, Өтепберген сынды байырғы балықшылардың кетіп бара жатқан қайық кемелердің соңына қимай қарап жылап тұрғандарын өз көзімізбен көрдік. Ұялық ақын Серғазы Әбілмәжан балықшылардың көз жасы туралы өз кітабында былай дейді: балығың қайда тулаған, шағалаң қайда шулаған, қия алмай ата қонсын, балықшы көзін сулаған. Бала шағасының ризығын теңізден іздеген балықшы қауымға теңіздің тартылуы үлкен қайғы болды. Ұялы балық зауытында теңіздегі балықты қорғау үшін және көктем айында уылдырық шашу кезінде балық аулауды бақылайтын балық қорғау атты қызмет болды. Ол риба надзор деп атады. Әр балықтың аулайтын маусымы және ұзындық өлшемі болды. Үстінде мемлекет бекіткен киім және астында жүйрік моторлы қайық болды. Балық аулау ережесін бұзған кемелерді тез қуып жетіп айыппұл салатын. Әр балықшыда балықтың ұзындығын өлшейтін құрал болды. Ұзындығы өлшемге сай келмесе, бірден аудан босатып теңізге жібереді. Өйткені ол балықты қабылдайтын жер қабылдамайды. Мұндай балықты балықшылар незаконный деп атайтын. Бұл да табиғатты қорғаудың бір әсі болатын. Осы қызметті 1950-54 жылдары ұшымызда Иманбаев Пірәлі, 1954-1960 жылдары Рахметов Едіге, 1960-1964 жылдары Жолданбаев Сатқан, кейін Ебелеков Ерғали ағамыз атқарды. Бұл қызметті елде ауыр деп атайды. Бұл теңіздегі балық аулауда үлкен қызмет болатын. Біздің бала кезімізде Қосшоқыда осы қызметті Иманбаев Пірәлі әкеміз атқарды. Шешесі ырысты біздің апаларымыз болатын. Иманбаев Пірәлі 1925 жылы туған, 1943 жылы әскер қатарына алынған, 1944 жылдан бастап қиыр шығыста Жапон басқыншыларына қарсы соғысқан. Армиядан 1947 жылы туған елге оралады. 1947-1950 жылы Қарақалпақстанда милиция қызметкері болып жұмыс істеген Ұлы Отан соғысының ардагері. Ұялы балық зауытына қарайтын елді мекендердің ең үлкені Қосшоқы. Теңіз жағасындағы Қарақалпақстанмен шекаралас елді мекен. Осы жерде мен туып өстім. Бала шағым осы жерде Қосшоқыда. Осы жерде ұлт азаттық көтерілістің басшысы әрі әулие Жанғожа Батыр атамыздың бейіті 20 шақырымдай жерде жатыр. 1964 жылы ауыл ақсақалдары Сатыбайыл, Ысымайыл, Молдабай, Берден, Есмұрат, Жақсылық, Піржан, Жаңбыршы, Әли, Садық, Сыдық қожалар аталардың басшылығымен бабаның басын қоршау жұмыстары басталды. Ауылда ол кезде 1960-1970 жылдар аралығында атақты балықшылар, жылымшылар көп болды. Байырғы балықшылар Әли, Молдабай, Сәрсен, Оңғарбай, Әбілда, Қожақ, Берден аталар жеңіс жасына жетіп, балық аулаудың қыр-сырын кейінгі буынға үйретіп кетті. Сол кездегі жылым бригадирі Қаниев Ашықбай, Берденов Тәжімбет, Төлеп Әмиттер жыл сайын қазан-қараша айында өздері салатын жылымды қайта жөндеп, табанын, арқалығын, теңіз жағасында қайта көктейтін. Ауыл ақсақалдар үшке бөлініп, ауылдағы барлық балаларды, Інәбатты, Ахметжанды, Қаласты, Жетібайды, Сырлыбайды,
Құттыбайды, Орынбасарды, Ұзақбайды, Кенжеқараны, Мәлікті, Қалмырзаны, Дауылбайды қастарына алып жылымшыларға көмектесетін. Жылымшыларға жылымның құрал сайманын беретін қоймашы Әбдіғаниев Базарбай әкеміз болатын. Жылымды көктеудің құрал ағаштан жасалған инелік деп аталатын.